Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен арайлым. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Бүгін өте керемет ерекше салаттардың бірі хризантема салатын дайындаймыз. Ең алдымен оған қажетті заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Бұл жерде бізде тауық еті және жұмыртқамыз қайнатылады. Ең алдымен соларды қайнатып, суытып аламыз. Дәл осылай видеодағыдай етіп, майдалап турап аламыз. Ал жұмыртқамыздың ағын және сарысын бөлек жасау қажет міндетті түрде, себебі біз сарысын сәндік үшін қолданамыз. Мінекей осылай тарелкамызге бірінші тауық етін жайып, үстінен майонезімізді сеуіп, оның үстінен консервіленген шампиньонымызды саламыз. Осылай бір тегістеп, майонезді өз қалауларыңыз бойынша аздап, көптеп салсаңыздар болады. Мен орташа салдым. Оның үстінен консервіленген кукурузымызды жайып шығамыз. Мен қазір төменге описанияға жазып өтемін. Ол жердегі өлшем бойынша 2 тарелка салат жасай аласыздар. Ал менде видеода 2 емес 8 салаттың өлшем бірлігімен жасалған. Соны өздеріңіз адам санына қарай көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Мінекей майонезді жағып, осылай барлығын не істеген кезде тегістеп шығасыздар. Енді оның үстінен жұмыртқамыздың ағын осылай бір келкетіп жайып аламыз. Барынша барлығын бірдей көлемге және де бір келкетіп жайып шығыңыздар. Сол кезде сіздердің салаттарыңыз өте әдемі болып көрінеді. Көп уақыт талап етпейтін өте керемет салаттардың бірі. Мінекей енді үстінен сәндік үшін жұмыртқамыздың сарысын әдемілеп, шет-шетіне барлық жеріне осылайынан жайып шығамыз. Енді үстінен сәндік үшін чипсымызды осылай қойып шығамыз. Міне дайын болды. Өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер.